Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ердос Казарасы, және бүгін біздер алдым ретте біз пост қалдырған боладымыз, сұрақ жауап шығады деп. Және солардың сұрақтарына жауап беретін боламыз. Бүгінгі видео қызық болды, ал енді кеттік ендеше. Және біз сұрақтарға келетін болсақ, міне брат дейді. Аказа деген адам бізге жазыпты, көп рахмет. Комментар жазғаныңа, неше жастасың депті. Бізге, мен өзім 11 жастамын, Майнкрафтпен видео шығаршы. Мен Майнкрафтпен көп видео шығарып жатырмын негізінде. Алда сен әлі көрмеген жасың. Free Fire ұнай ма? Fire деген қалай кетті? Free Fire ұнай ма? Кешірім сұраймын, жаңа быт болып кетті. Free Fire ұнай ма? Маған ұнайды. Майнкрафтпен Free Fire ұнайды әсіресе. Так. 10.000-ға жеткенді қалайсың ба депті, иә? Конечно, барлығының қалайтын нәрсе менің арманым негізі 10 миллион подписчик болу. Подписчиктермен видео түсіруді қалайсың ба? Бүкіл ютуберлердің оның арманы да шығар десем де болады. Барлығы түсіргісі келеді, мен де түсіргім келеді подписчиктермен. Так, ең жақын досың кім? Ең жақын досым мен айта алмаймын, менде жоқ. Ең жақын дос деген менің ойымша болмайды. Ютубер достардан 4 топ деді. Ютубер достарда мысалы мынау көп негізінде ше. Мынау дегенде енді сілей көп емес, нормально. Ютуберлерді айтшы, мысалы Айшуақ, Дейлин, Нұрлан Қалам, Нұрчан, Аликизет, Ноникизет, негіз көп, бәрін айта берсем де болады. Так, келесі сұраққа келсек, ойбой. Нейді? Бека дейді. Қай қалада тұрасың? Шымкент деген қалада тұрам, білмесеңіздер, бәрі білесіңдер. Майнкрафт или ФФ? Қиын болып тұр, осы сұраға. Қиындау екен, жауап бере алмаймын енді. Сұрақ жауап бербек па? 50-де 50 екеуі. Нешелесің? Жаңа айтып қойдың. 11-дім. Ютубер достарың бар ма? Жаңа ғана көрсет қойдың негізі. Маған сәлем жолда. Бека, сәлем. Так, бізге Б деген абасы бар, біреу жөртті. Брат, сен қашан жүзіңді көрсетесің? Жүзіңді. Жүзің деген не ғой, да? Бет. Түріңді көрсетесің деген ғой, да? Мен түрімді білмеймін, мен аргетсе бір давайте. Осы әлдермен же да, бір аргетсе 10.000 немесе 20.000 подписчик болған кезде түрімді көрсететін боламын. Уәде берем. Точно. Мен олай түрімді 10.000 немесе 20.000 подписчикті көрсетпесем, мен каналымды өзгертемін. Басқа сұрақ жоқ па не? Давайте достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайктарың басып, комментар жазып кетіңдер. Онда жөнімізді аяқтаймыз. Айтпақшы, тіркелуді ұмытпа.